Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдер және студенттер. Мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikTok'тағы және YouTube'тағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсетемін. Бүгін мынадай күрделі анықталмаған интеграл қалай дұрыс есептеуді керек екендігін көрсетемін. Интегралдың ішінде жақша арк косинус x тригонометриялық функция жақша жабылады, осының квадраты dx. Яғни арк косинус функциясының квадратынан қалай интеграл аламыз? Бұнда енді бұл таблицада жоқ, арк косинус x-тің тіпті өзінікі де жоқ таблицада. Мұнда не істейміз? Математикада бар, математикалық анализде табылып қойған әдістер бар, ол бөліктеп интегралдау әдісі. Қандай ол бөліктеп интегралдау әдісі? Егер бізге бір функция көбейтілген екінші функцияның туындысы, содан интеграл неге тең? Осы екі функцияның көбейтіндісі алынған бірінші функцияның туындысы көбейтілген екінші функция, осы функциядан x бойынша интеграл аламыз. Мынау бөліктеп интегралдау формуласы болады. Енді бұл жерде u деп нені алған ыңғайлы? Біз құтылғымыз келіп тұрған нәрсені u деп алған ыңғайлы да жерде, дұрыс па? Бұның орнында нені аламыз да жерде? Бір тұр ғой, арк косинус квадрат x-ті бірге көбейткен тең деп есептесек болады. Мына формула не? Бөліктеп интегралдау формуласы. Осы бойынша біз u мен бұны таңдап аламыз. Бұл жерде біз не деп аламыз? u-ды бір деп аламыз. Бұны x деп аламыз да недің функциясы бір болады деген сұрақ туады, онда x болу керек, vx. Значит, біз мына жерде ux деп арк косинус x-тің квадратын аламыз, одан құтылғымыз келіп тұр ғой, ең интегралдау қиын функция. Сонда бізде vx ол неге тең? Белгілеу. Бірдің интегралы x бойынша, ол значит x-қа тең, x-қа тең vx. ux ол арк косинус x-тің квадраты, ux. Арк косинус x-тің квадраты. Арк косинус x-тің квадраты. Осының туындысы неге тең? U-дың. Арк косинус x-тің квадраты. Т квадрат күрделі функция ғой. Т квадраттың туындысы 2 арк косинус x көбейтілген арк косинустың туындысы. Минус 1 бөлінген тыбырасты 1 минус x квадрат. Міне. Осыған тең міне. Енді осының бөліктеп интегралдау формуласына саламыз міне. Неге тең? X көбейтілген арк косинус x-тің квадраты. Так. Арк косинус x-тің квадраты минус ау көбейтілген x көбейтілген мынауда, яғни мынаның туындысына минус плюс болып кетеді, мынандай 2 алдына шығып кетеді. 2 x пен мынаны бірге жазайық, көбейтіліп кетеді ғой, 1 минус тыбырасты 1 минус x, 1 бөлінген тыбырасты 1 минус x көреді. Минус неге жойылып кетті? Формуладағы минус пен минус жойылып кетеді. X бөлінген тыбырасты 1 минус x квадрат и көбейтілген арк косинус x dx. Міне. Ана жерде өкінішке орай тағы не қылмай тұр ғой, дұрыс па? Тағы да таблицалық емес интеграл шығып тұр. Енді бұда тағы қолданамыз. Бұда біз неден құтылғымыз келеді? Арк косинус x-тен. Енді нені u, нені v деп аламыз. U-да арк косинус x деп аламыз бұнда. Тағы да бөліктеп интеграл орындау формуласын екінші рет қолдануға мәжбүрміз. U арк косинус x, бұда бұның туындысы оңайырақ табылады. Ux сразу жазамыз. Арк косинустың туындысы кесте бойынша минус 1 бөлінген тыбырасты 1 минус x квадрат. В деп нені аламыз? В деп қалған мына тұрған функция, бұл бірдеңенің туындысы болып тұрғанын табуымыз керек. В деп осының несі туындысы осыған тең функция аламыз. X dx мынаның интегралы түсінікті ғой. Формула бойынша қандай жағдайда қолданамыз бөліктеп интегралы? Бір функция көбейтілген екінші функцияның туындысы болса ғана. Ненің туындысы? Функцияның өзін емес, осының интегралын аламыз. Яғни әжеде қарайық, 1 минус x квадраттың туындысы минус 2x, значит минус 2 жетпей тұр. Бұл неге тең? Значит минус 2-ден 1. Так, интеграл да 1 минус x квадрат мен түбірдің астындағы дифференциалы бөлінген тыбырасты 1 минус x квадрат. Аны u деп ойласақ, du бөлінген тыбырасты оның интеграл қандай? 2 тыбырасты бұл 2 мен 2-ден 1 шығар минус тыбырасты 1 минус x квадратын. Маған тең. Енді ана формуланы тағы қолданамыз енді мына жерде. Бұл тең болады x арк косинус x, осының квадраты. Мына 2-ге көбейтуді ұмытпаңыз. Плюс 2, u деген анау, v деген мынау. Дұрыс па? Плюс минус 2 болады, мына жерде минус тұр ғой. Тыбырасты 1 минус x квадрат. Арк косинус x, міне. Енді мына жерде қарайық. Мына жерде ана минуспен мына формуладағы минус, ана формуладағы бөліктеп интегралдағы минуспен u'(x) көбейтілген vx, дұрыс па? Минус, мына 2 минус плюс болып кетеді, значит не? Енді минус қалады, дұрыс па? Минус 2
минус 2 интеграл dx. Ана бірдің интеграл x қой, өйткені x-тің ғана туындысы бір. Значит, мына жерде x деп жаза аламыз. Минус 2x. Так, бөліп деп интеграл еткен. Мына қысқарып кетті ғой. Минус. Бір бөлінген түбірасты 1 минус x квадрат и түбірасты 1 минус x квадрат. Егер қысқарады да 1 қалады. Ина формулада бөліп деп интегралда минус бар, осы минуспен бұл жерде минус 2 интеграл dx, сонда минус 2x плюс с. Интеграл неге тең? Мынаған тең екен. X көбейтілген жақша арк косинус x-тің квадраты минус 2 түбір астында 1 минус x квадрат көбейтілген арк косинус x минус 2x плюс с еркін тұрақты. Мына функцияны интегралдадық. Видео мұны салайық қой, әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.